Сәлем қыздар, сіздермен бүгін біз наурыз көже дайындаймыз. Мамина рецепт деп айтсам да болады. Ең бірінші осылай етімізді пісіріп аламыз, қазымызды, жаямызды, одан кейін сорпаны сүзіп аламыз. Әдемі осындай сары түсті сорпамызға кішкене тұз салып жібереміз. Одан кейін етімізді, менде жылқы етін осылай 4-5 тығып тураймын мен. Көбіктап, сізге қалай ыңғайлы, солай турасаңыз да болады. Етіміздің қасына құр қара кесек ет болып қалғаннан көрі кішкене майлы жерлерінде салғанымыз жөн. Мен сондықтан құр қара кесек болып қалмасын деп жаяны да пісірдім. Жаяның майынан да қазір турап салатын боламын. Етіміздің барлығын бір тарелкаға салып аламыз. Жаяның майы көжемізге ерекше дәм береді, майлылық береді. Жаядан кейін көженің ішінде қазыда жүрсін деп шештім де, қазыны да осылай дөңгелек қып турап, қазір көжемізге салып жіберетін боламыз. Осылай турап алдық. Енді айран, құрт, тары және күріш етіміз бар. Қазір барлығын осы сорпаға салатын боламыз. Бірінші етімізді саламыз, қазысымен барлығымен тойымды көже болады. Бірінен соң бірін осылай сала береміз. Менің каналым сізге ұнап жатса, рецепт сізге пайдалы болса, менің каналыма жазылып қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Болашақта әлі де талай рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай араластырып аламыз. Ақ мол болсын деген ниетпен біз енді құртымызды қайнатылған айран салып араластырамыз. Көріп отырғандарыңыздай тары мен күріш жабысып тұрған сияқты болды жаңа басында, бірақ ол сорпаға түскен кезде ашылып жеке-жеке болып қалады. Себебі біз салқын сорпаға араластырасыздар. Ыстық сорпада ол бұғып көбейіп кетеді, тары мен бидай, күріш. Сондықтан салқын сорпада араластырыңыздар. Осылай ұсынып, кәсеге құйып ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын.